Сәлем менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай жасалатын сәбіз салаттың видеосымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің салаттарыңыз міндетті түрде кәріс салаттарынан артық болмаса кем болмайды. Алдымен осындай сәбіздерімізді тазалап жуып, осындай үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштің тістері орташа болуы қажет және ұзынан осылай өткізесіздер. Видеодағыдай өткізіп аламыз. Менің каналыма жаңадан қосылған оқырмандарым болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне ой пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Міне менің салатым осылай барлығы дайын болды. Енді осының үстіне көз мөлшермен құмшекер салып шығамыз. Және осылай жаймен ғана араластырып, бетін 15-20 минутқа жауып қойып қоямыз. Себебі біздің сәбіздеріміз тірі болғандықтан құмшекерге сәл ғана болса да жібіп өзінің солын шығарады. Міне 20 минуттан кейін ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің солын шығарып, сәбізіміз бағанағыдан қарағанда шамалы жұмсарды. Енді үстіне дәмдеушілерімізді қосып шығамыз. Қызыл бұрышымызды қосып аламыз. Кішкене кориандр қосамыз. Чеснок қосамыз. Және осындай кристалликті қосамыз. Және осы сәбіз салатқа арналған чим-чим дегені бар, для морков. Осыны сығып, қосып әбден араластырамыз. Қалауларыңызша огурцы, помидор салуларыңызға болады. Және осының үстіне қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Қолымызды абайлап, осындай шанышқының немесе осындай қышқыштың көмегімен араластырамыз. Міне біздің сәбіз салатымыз дайын болды. Яғни езілмей, өзінің формасын ұстап, әдемі болды. Енді осының үстіне петрушка немесе мен сияқты аскөк салсаңыздар болады. Орысша айтқанда укроп. Жақсылап қолмен араластырамыз. Палауға немесе бешбармаққа ұсынсаңыз өте жақсы. Енді осылай тарелкеге салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Міне қыздар, біздің сәбіз салатымыз дайын, түсі де, түрі де өте әдемі шықты. Ұялмай дастарханға қойсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеомда кездескенше сіздермен болған Кәмшат. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.